Тәуекел, Ролан Сисенбаев. 3 бөлім. Бүгін араб халифаты дағдарыс үстінде. Шығыста ауруын жасырған өледі деген сөз бар. Сонан да біз қашанда ақиқатқа асығуымыз керек. Ақиқат шабан қозғалатыны туралы да ұлы ұстаз бізді ескерткенін ұмытпайық. Әл-Фараби тірі тұрғанда шығыс мәдениетінің оты өшпейді. Әлемді жаратқан Тәңірге һәм адам ақылына сенуді бізге сеніп тапсырған ұлы ұстазды құрмет тұтайық. Бүгін шығысты әлемге танытатын жалғыз ғана тұлға бар, ол Әл-Фараби. Тәңір соны қолдасын, бізге дауа тауфық берсін. Тәңірден ұзақ ғұмыр тілемейік, ол ессіздік болар. Тәңір сені күнәларың үшін ұмытып, ұзақ жолда жалғыз қалдырса, азап шекпеймісің? Олай болса, Тәңірдің бізді ұмытпауын тілейік. Тәңір біздің рухымызды уақытында өзіне қайтарсын. Ал біз шығыс даналарының еңбектерінің мәңгі жасауын тілейік. 7 күн өткен соң жаушы жігіттер Ыдырыс сұлтанның отты сөзін Дамаскіге жеткізді. 37 күн өткен соң Дамаскіден шыққан атақты саудагер Абу Мәлік керуені Абу Насыр Әл-Фарабидің сөзін түйенің қомына, аттың жалына жауып, шешеннің тіліне орап, бүкіл араб сахарасына, Парсы тауларына, Үнді орманына, Қытай жазығына, ұлы ұстаздың отаны Дешті Қыпшақ даласына жеткізді. Сол сөз міне. Құс қанаты майырылмауға, адам ақылы тозбауға жазсын. Ғұламасын, ерін, өжет ұлдары мен қыздарын қадірлеген ұлт ешқашан жер ананың төсінен жоғалып, құрып кетпеуге жазсын. Атамекеннің болашағын терең ойлап, отан үшін жанын садақаға салған ақылды асылдары түгесілмесін. Патшалар азбауға, әулелер алжымауға, қызметкерлер баукеспе ұрыларға айналмауға жазсын. Мен елімді де сүйдім, жерімді де сүйдім. Отаннан қымбат дүние жоқ. Отан адам жанынан да қымбат екен. Сонан туған елдің түтіні түзу ұшуы үшін хас батырлар отанның бақытын көздеп, ары мен намысы үшін жандарын қиған. Туған отырарын есіне түсіріп, көңілі қобалжыды. Көкейін тескен зарлы жыр жолдары төгілді. Сол жыр міне. Қашықтасың туған жер қалың елім, небір жүйрік болдырып жарау деген. Шаршадым мен, қанатым талды менің, шаңыт жолға сарылып қарау менен. Кері оралмай жылдарым жатыр ағып, қасіреттің жасына көз жуынар. О жаратқан, көп неткен ақымағың, құм сықылды тез ысып, тез суынар. Зиялы, аз, бір тұтам тіршілікте, әкімдікке күллісі жүгіреді. Көкірекпен сезініп күрсінші көп, жаным менің түршігіп түңіледі. Жер жаһанды Арабияның қан қызыл құмындай сырғанаған жалғыз сөз билеп бара жатты. Адалдың аузына құм құйылды, арамның араны ашылды. Адал арамға, арам адалға теңелді. Аспан айналып жерге түсті, күн тұтылды, жер ана күңіренді, жанар таулар атқылады. Теңір жағасынан асып тасқан топан суды жер ана жұтып жатты. Тәңір ғана үндеген жоқ, мен де үнсізбін. Тәңір жер анаға қайтып пайғамбарлар түсірмейді. Пенде соқырға, саңырауға, мылқауға айналып болған. Жер ананың Тәңір енді өзінің ақ туын түсіреді. Соқыр көретін, саңырау естейтін, мылқау сөйлейтін болады. Ағарған ақ аспанның қақ төріндегі аппақ күн қан қызыл құммен шағылысады. Аппақ күннің астында тасталқан болған қызыл тақыр көлбей жатыр. Сол қан қызыл тақыр үстінде үнсіздік орнаған. Сол қан қызыл тақырды таптаған маңғаз түйе керуені қозғалады. Олар асқақ түрік ғалымының құнсыз еңбектерін Бағдаттан алып Египеттің, Сирияның, Палестинаның, Константинопольдің, Испанияның, Ливияның, Эфиопияның кітапханаларына апара жатыр.
Енді шығыстың кітап сақтайтын барлық қоймаларында бұл жазбалар құрметпен сақталатын болады. Ананың тіріде данышпандары жоғалмайды. Кәдімгі адамдардың игілікті, рахымды істері де жер бетінен жоғалып кетпейді. Жүрегіңді Тәңірдің сөзімен суар да Тәңірмен бірге болуға ұмтыл. Жер ананың қасиет қадірін таны. Жер ана тірегің екенін ұқ. Әл-Фараби бабамның ұлы еңбектері елінің есінде мәңгі сақталсын. Әм ұрпақтан ұрпаққа қасиетті сөздері қазақ ұлтының өлмес белгісіндей санада бекуге жазсын. Ал Тәңірім тәрбиелеген адам ұлы Әбу-Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед Әл-Фараби мәңгі ғұлама. Сен соны жадыңнан шығарып алып жүрме, қазақ ұланы. 68 жыл бойы қара жерді таптап жүріп, бүгін ғана ұлы ұстаздың терең ойларына бойлай еніп, жаны жадыраған замандар толқынында бабамыздың сөздерінің мәні мен мәнісінің шатасып кетпеуін, әр кесек ойының қалтарысына сәуле түсіріп, сол ойды анық ұғуға жан салып, ұстаздың рухына барша мейіріммен бас иген.